Омардың жыртық шапаны. Омар халиф болып тұрғанда әлемдегі ең қуатты деген Рим мен Парсы империялары мұсылмандарының қарамағына өтті. Сол кезде Парсының бір адамы халифаттың астанасы Мадина қаласы халифат патшасы Омарды өз көзімен көрсем деп арнайы іздеп келіпті. Сұрай Мадина деген жерге келсе, өзі елестеткендей ғажайып шаһар емес, қарапайым ғана қалашықты көреді. Жолыққан біреуден «Мадина осы ма?» деп сұрайды. Өз көзіне сенбей, «Иә осы, басқа Мадина жоқ па?» «Жоқ» деген жауап естиді. Енді ол Омарды сұрастыра бастайды. Біреулер Омар қаланың сыртына қарай кеткен дейді. Солар нұсқаған жаққа қарай жүреді. Сөйтсе бір ағаштың көлеңкесінде жыртық шапанын астына төсеп біреу жатыр. «Омар осы» дейді оны танитын бір адам. Парсылық қатты таңғалып, бұл шынында да әділ патша екен, әділ адам ғана ешқандай қорғаушыларсыз осылай қауіптенбей еркін жата алады депті. Бұл да діннің әділдігімен байланысты екенін түсініп, исламды қабылдапты.